Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Өздеріңіз білетіндей, осы жерге егін несімен айналысады, шаруашылығымен егін егеді, және де өздерінің асыл тұқымды қойлары бар. Соларға азық ретінде егінде жаңағы жоңышқа егеді, басқа да тұқымды егеді. Сол келген сәтте біз жоңышқаны егер алдында тұқымын біздің промышленный микробиологияның ой күшімен жасалған препарат фитобацтерин және ризовит АКС-пен обработка жасалып егін егілген болатын. Соның өнімін қазір қалай алып жатыр? Өнімді жаңағы силос деген бар, шөпті сүрлеу әдісі. Соны біздің тоже промышленный микробиологияның казбиосил деген препаратымен сүрлеу процесін көретін боламыз. Егістік алқабында, одан кейін силосный яма деген бар, сол жақта қалай тапталып басылатын көретін боламыз. Құрметті қазақстандықтар, біз қазір Динара Ранч жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің егін алқабына келіп отырмыз. Бұл жерде Қазақстанда өндірілген ой күшімен жасалған промышленный микробиологияның казбиосил препаратын синаж кезінде сүрлем жасау процесіне келіп отырмыз. Соны қазір осы жерде басында жүрген мамандардың бірі Әбілхан мырза, айтып өтсеңіз, қалай жасайсыздар? 5 литр препарат қосылады. Осында мынада келген техникаларға тоннасына ғой, біріне 150 тоннаға жетеді. Соғыменен техникалар шетіне тасып жіберіп отырмыз. Алдымыздан комбайн бар. Қолдану жағы бәрі сіздерге қалай, оңай ма? Оңай. Қиыншылық ештеңе Қиындығы жоқ. 5 литрлік неде келеді, ыдыста. Сонымен өзінің несіне бар, сол құйылатын. Получается, комбайнмен жаңа шөптің үстіне қарай турап саласыздар, и сразу комбайн, получается, обработканы жасап, уже дайын сүрлемесі. Иә, ол ішінен өзі қосып, өзі жіберіп отырады. Значит, комбайн өзі жаңа су құятын, препарат құятын өзінің отдельный секциясы бар, сол жерге бәрін дайындап аласыздар да, и шөпті уже жинап, черебін арқылы үгітіп, уже дайын машинеге салып, ол арқылы алып кетеді. Енді көбісі жаңағы синаж жасаудан, жаңа сүрлеме жасаудан кішкене қорқақтайды, ол жаңағы шіріп кетеді, әйтеді, бүйтеді, сол жағынан қандай қаласыз? Қорқатын түгі де жоқ, оның шірімейді, ешқандай несі жоқ. Ол өзінің несіне лайықты құйылса болды, ол сол өзі комбайнды өзі қосып реттеп жіберіп отырады. Оны шірейтін несі ешқандай. Бұны сіздер уже дайындап не істеген, сразу апарып бір закрытый помещениеға ма, әлдеме далада келе ма? Ямысы бар кәдімгі өзінің. Соған шетіне таптап жатыр, сол жерде техникалар тұр, үстіне таптап басып, кейінен толғасын жабылады бетінен. Рахмет, Әбілхан мырза. Енді ол процесті де көретін боласыздар. Казбиосил препаратының, Ягуар комбайнының мына жерде 300 литрлік пачогы бар. Енді осы егістік алқабындағы жаңа шөпті орып, синажды сүрлем жасау процесін толық қалай болып жатыр, қалай жасалады, біздің препаратпен қалай қолданып жатыр, сол жайлы осы біздің осы ПК Динараның мамандарының бірі Есен аға, айтып өтсеңіз. Біз енді атам қазақ айтқандай мына қыстық малдың ойын жаза ойла деп, қазір мына егістік алқабында тұрмыз, жоңышқаны мына Магдон деген техникамен шабамыз, содан кейін Ягуармен жинаймыз. Ягуармен процесі жаңағы ненің бәрін құйып, суы бәрі ішінде дайын, оны жаңағы тракторлеріміз тасиды, оны жаңағы неге апарып, ямамыз бар біздің, ямаға бір ямыз 5,5 тонна, 6,000 тоннадай жаңағы не кетеді. Сенаж кетеді. Оны сөйерде немен таптап техникамен. Біз енді 10 шақты күнде бір яманы толтырып отырмыз.
бірінші курсымыз бітіп, міне екінші курс, екі яма бітіріп, үшінші ямаға қазір көшіп жатырмыз. Екінші курсты бастап жатырмыз. Енді сіздердің қаншасыншы уже жаңа орындарыңыз? Бірінші ма, екінші? Мынау екінші орынымыз біздің. Екінші орын. Бірінші орын бітіп, бірінші орын бәрін бітірдік бірінші орынды. Шөбімізде, мына немізде, сенажымызды. Мына екінші бастап жатырмыз, үшінші яманы бастап жатырмыз осы сенажбен. Енді аға басқа шаруалар Қазақстанда бізде тағы да шаруалар бар ғой, соларға осы біздің препаратты сіздер қолданып жатсыздар, ұсынамын или жақсы жағынан жаңа бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Ондай енді жылда енді неғып жатырмыз ғой, былтырда болған порошок осы не. Бірақ ондай ешқандай бізде не жоқ, шіріп кеткен, міріп кеткен деген сөз болған жоқ. Жылдағы сондай немен қолданып жатырмыз. Препараттың пайдасы бар. Бұрын адам қазақ баяғыда тұзды қолмен де шаштық қой біз. Қазір енді мынау оңай нәрсе қой қазір. Бәрі неде мына техникада оңай сондай жасап қойған, су ішінде бәрі өзі араластырып тұрады, өзі шашып тұрады. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Адам күші керегі жоқ бұған. Техникамен бәрін техникамен бәрі техникамен неғылған, бәрі жақсы. Малдарыңыздың азығын уже жазда бастап уже дайындап қойдыңыздар. Қысқа дайындалып отырмыз біз. Рахмет аға, көп. Енді құрметті отандастар, өздеріңіз жаңа көргендей жоңышқаны қалай обработка жасалып, біздің промышленный микробиологияның Казбиосил препаратымен егістік алқабында қалай жаңағы обработка жасалған көрдіңіздер. Енді бұл жерде біз келіп отқан жеріміз бұл осы жаңағы уже обработанный жоңышқаны бастыратын жер. Бұл жерде ең бастысы жаңағы біздің препаратты сумен өзінің нормасымен, кем емес, артық емес нормасымен қосып, ылғалдығы жақсы болып, шөп ылғалды болу керек. Одан кейін үшінші оның окончательный процесі ол осы жерде бастырылады, шөп. Бастырылады. ПК Динараның осы мекемеде жұмыс істейтін Ернар мырза, осы техникамен сіздер енді қалай бастырасыздар, күніне неше рет бастырасыз, қанша уақыт, соны айтып өтсеңіз? Енді таңертең 4-те шығамыз, сол бастаймыз. Таңертең бастап қалай түседі, соны таптап отырамыз. Ауа кірмеу керек та. Ауа кірмеу керек. Ауа керек. Шіріп кетпес үшін ауа жоқ болу керек, сол үшін бастырасыз. Мысалы қазір төгіп кетті ма, 5 минутте, 10 минутте қайтадан келіп таптаймыз. Жарты сағат сайын осы. Бір кеп төгеді. Соны сразу таптап отырамыз. Қанша рет таптайсыз бір төккенде? Бір төккенде енді қазір жоқ деген қазір 100 тонна, 200 тонна келеді. Соны таптаймыз. Таптай бересіз. Ауа кетпеу керек та. Одан кейін уже оны бәрі тапталып бітіп, мына ямаларыңыз толғаннан кейін не істейсіздер? Бетін таптап ауа кетпеу үшін тағы 1-2 күн таптаймыз бетін. Содан кейін барып, бетін салафон жауып, уже бастырып қоясыздар. Бастырып қоямыз. Өз уақыт кезде ашады, бірақ ондай. Бәйбіт несі? Енді сіз біздің Қазақстанда басқа да шаруаларға осы препаратты ұсынатын ба едіңіз? Ұсынатын едім. Мен осы кірге осы Динара кірге беріп, 2 жыл болды. Көріп отырмын, бір шіріген, бір несін болмайды. Қыс бойы тасып жүріп қойыз. Әйбет. Рахмет көп. Енді құрметті отандастар, өздеріңіз көріп тұрғандай, біз Алматы облысы Балқаш ауданының Миялы ауылында орналасқан ПК Динараның жаңағы шаруашылығында болып, бүкіл жоңышқаны біздің препарат Қазақстанда өндірілген ой күшімен жасалған Казбиосилді пайдаланып, уже қазақ айтады ғой, қыстың азығын жазда жаса деп, уже азықтарын, малдарын жасап, сүрлем жасады. Казбиосилмен сүрленген әрбір өнім сіздердің малдарыңызға шырынды азық болсын. Осымен қоштаспаймыз, сіздерге тек қана жақсылық, байлық тілейміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.